Сәлем достар, мен Ақтөбе қаласының экоблогерім. Мен сіздерге қоқыс жәшіктері туралы айтып бергім келеді. Байқадыңыздар, кейбір қоқыс жәшіктері толып кетіп, қақпақта жабылмай тұрады. Одан жағымсыз иттер шығып, айналасы шыбын-шіркей, тіпті егеу құйрықтарда жиналады. Бұл біздің денсаулығымыз зиян, тыныс алу жолдарын әсер етіп, аллергия немесе басқа да ауру тудыруы мүмкін. Ал бұл қоқыстар қайда кетеді деп ойлайсыз? Олар қаланың сыртындағы арнайы полигондарға тасымалданады. Мысалы, Ақтөбе қаласының сыртындағы үлкен қоқыс полигоны бар. Сол жерге күнде мыңнан тонна қоқыс төгіледі. Бірақ ол жердегі қоқыстың көбісі қайта өңделмейді. Соның салдарынан топырақ пен ауа ластанып, табиғатқа үлкен зиян келеді. Ақтөбе қаласындағы қоқыс полигондары экологиялық мәселелердің бірі болып табылады. Қалада қатты тұрмыстық қалдықтарды өңдеу мен жою жүйесіне бірнеше жылдан бері күрделі жағдайда қалып отырды. Ақтөбе қаласының негізгі қоқыс полигоны бірінші рет өртке оранып, қаланың түтін басқан жағдайлар тіркелген. Мысалы, 2021 жылдың шілде және тамыз айларында полигон өрт шығып, өрт сөндіруші мен мердігер компаниясы сөндіру жұмыстарын жүргізген. Сондықтан біз қоқысты азайтып және оны сұрыптап, қайта өңдеуге тырысуымыз қажет.